бір медресе немесе мешіт салып берген сен бүкіл күнәңді шайып тастайтын секілді да, кезіндегі мына бандит дейміз ғой, солардың бәрі сол секілді мешіт салып тастады. Мен бір жерден естіп едім, бұрын халықтың алдында жүрген төрде отырған азаматтар зейнетке шыққаннан кейін де сол төрді бермес үшін діндарлыққа бет бұрады деген бір уәжді естіген едім. Шын мәнісінде менің ойымша, енді жалпы ислам бойынша дін тұрғысынан біз адамның ішкі жағдайын білмегенге байланысты ол адамдар туралы шынымен сондай намерениемен, сондай ниетпен бет бұрды ма, жоқ әлде шынымен де имандылық жолға келді ме, біз оны айта алмаймыз. Егер имандылық жолға келетін болса, шариғи тұрғыдан біз оған имандылығын ретінде қатынас жасаймыз. Сондықтан да дін тұрғысынан алған кезде бір адамның бір кезде қылмыскер болып, болмаса бандит болып, болмаса мафия мүшесі болып, кейін дінге бет бұрып, мешіт салып, медресе ұстау деген нәрсе болған біз былайша айтқанда сын пікір пендешілікпен айтуымыз мүмкін. Кеше ғана бұл жаңағы андай болған, бүгін мындай болды деген сияқты. Бірақ енді жаңа өзіңіз айтқан сияқты ол азаматтар бір уақыттарда белгілі бір жасқа келген кезде өзінің әлсіздігін түсінуі мүмкін. Болмаса өзінің әртүрлі нақақтан алған, әділетсіздікпен алған қаражаттарын қайырымдылық жолына жұмсауы мүмкін. Сол себепті де кейбір жаңа қайырымдылыққа бет бұрып жатуы мүмкін. Не болмаса, қандай да бір азаматтардың осы бағытта бет бұруына байланысты олардың да сол бағытта бір жарысқа түсуі мүмкін. Мен де мешіт саламын, мен де мешіт, атағым қалсын, кім салдырған мешіт, бәленшені салдырған мешіт деген сияқты. Ол исламда онша құпталатын шаруа емес. Неге десеңіз, діндегі жасалған қайырымдылық ол көп жағдайларда айтылмайды, айтылмауы қажет және жарияланбауы керек. Егер ол жарияланып, жаңағы сол мешітке менің атымды қой, бәленше меценаттың салған мешіт деп жаңағы телевизиядан жар сал деген болатын болса, ол да бір атаққұмарлықтың белгісі.